Адамның қолы, жарғанаттың қанаты, киттің жүзбе қанаты, олардың барлығының ішкі құрылысы неліктен осыншалықты ұқсас? Бұл терең сұрақ тіршілік әлемінің сырын ашады. Бүгін біз эволюцияның ең сенімді дәлелдерін салыстырмалы анатомиялық, эмбриологиялық және палеонтологиялық айғақтарды зерттейміз. Осы үш сала қалайша тірі организмдердің ортақ ата тектен шыққанын және уақыт өте келе қалай өзгергенін көрсететінін білесіздер. Эволюцияның алғашқы әрі ең айқын дәлелдерінің бірі салыстырмалы анатомиялық ұқсастықтар. Кез келген эукариотты организмнің, яғни жануарлар мен өсімдіктердің жасушаларының құрылысы мен қызметінің бірдейлігінен бастасақ та, барлық тіршілік иелерінің шыққан тегі ортақ екенін байқаймыз. Мысалы, барлық омыртқалылардың дене құрылысында симметрия, бас сүйекке жалғасқан омыртқа жотасы, 5 бөліктен тұратын және аяқ-қол сүйектері сияқты ұқсастықтар көп. Бұл олардың бір ата тектен тарағанын білдіреді. Алайда әр түрлі тіршілік ортасына бейімделу барысында бұл мүшелер түрленіп отырған. Мәселен, көрт шыққан топырақты қазуға, адам еңбек етуге, балық суда жүзуге бейімделгенімен, олардың алдыңғы аяқтарының сүйек құрылысы бір-біріне ұқсас. Мұндай ұқсас шығу тегі бар, бірақ әр түрлі қызмет атқаратын мүшелерді гомологиялық мүшелер деп атайды. Ал құрылысы мен шығу тегі әр түрлі болғанымен атқаратын қызметі ұқсас мүшелер аналогиялық мүшелер. Мысалы, құстың, жарқанаттың және көбелектің қанаттары осыған айқын дәлел. Сонымен қатар рудиментті мүшелер даму барысында маңызын жоғалтқан және атавизмдер, ата тегінде болған белгілердің қайталануы де эволюцияны растайды. Эмбриологиялық дәлелдер тірі организмдердің ұрықтық даму сатысын зерттеуге негізделген. Барлық көп жасушалы организмдер ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан дамиды. Ең таңғаларлығы, омыртқалылардың ұрықтары дамудың алғашқы кезеңдерінде бір-біріне өте ұқсас болады. Балықтың, тасбақаның, тышқанның және адамның ұрықтарында алғашқы кезде желбезек саңылаулары, құйрық және 2 бөлімді жүрек сияқты белгілер кездеседі. Кейінірек қана олардың әрқайсысы өзіне тән ерекшеліктерге ие болып даралана бастайды. Бұл КБР-дің ұрықтық ұқсастық заңдылығымен расталады және барлық омыртқалылардың ортақ шыққан тегі бар екенін көрсетеді. Геккель мен Мюллердің биогенетикалық заңында онтогенез, филогенезді қысқаша қайталау делінгені де осының дәлелі. Жойылып кеткен организмдердің қазба қалдықтарын зерттейтін палеонтология ғылымы бізге тіршіліктің тарихы туралы ерекше мағлұмат береді. Палеонтологиялық дәлелдер 2 негізгі топқа бөлінеді: өтпелі формалар және филогенезді қатарлар. Өтпелі формалар 2 ірі жүйелік топтың белгілерін біріктіретін организмдер. Мысалы, археоптерикс, жартылай құс, жартылай кесіртке белгілері бар ежелгі тіршілік иесі. Оның қауырсындары мен қанаттары құстарға тән болса, тырнағы бар саусақтар мен ұзын сүйекті құйрығы кесірткелерге ұқсаған. Бұл жануарлар әлемінің бір формадан екінші формаға қалай ауысқанын айқын көрсетеді. Сонымен қатар, жылқының эволюциялық қатары сияқты филогенезді қатарлар да осы өзгерістерді кезең-кезеңмен бақылауға мүмкіндік береді. Осы қазба қалдықтары арқылы біз тіршіліктің миллиондаған жылдар бойы үздіксіз дамығанын көреміз. Бұл 3 түрлі дәлел салыстырмалы анатомия, эмбриология және палеонтология мен даму. Келесі видеода біз эволюцияның молекулярлық генетикалық дәлелдерін қарастырамыз. Ол үшін арнаға жазылып, келесі видеоны жіберіп алма.